Қайырлы күн достар, бүгін менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай керемет қуырдақты әзірлейтін боламыз. Қуырдағымызға қажетті өкпе, бауыр, бүйрек, жүрек сияқты дүниелерімізді бәрін әзірлеп дайындап аламыз. Жуып аламыз алдын ала. Мен аузына аулақтағы ет қосамын. Ал енді бастайық. Осылайша кубик тәріздес қып, төрт бұрышты қып бәрін қазір тураймыз. Өкпемізді де турап аламыз. Етімізді, бауырымызды да осылайша турай береміз. Бауырды қазір турап болған соң оны бөлек қоямыз. Өйткені оны соңынан картоппен бірге салатын боламыз. Тез піседі, қатып кетпес үшін оны кешірек пісіреміз. Мен майына құйрық майдың өзін шыжғытатын боламын. Оған да майдалап, төртбұрыштап кесіп аламын да, оны да дайындап қоямын. Егер сіздерде құйрық май болмаса, әрине кәдімгі өсімдік майын пайдалансаңыздар болады. Қызып тұрған қазанға майымды салдым. Енді где-то бір 5 минуттай өзі майын шығарады. Және осындай түйірлер қалып қояды. Азын-аулақ оның бәрін алып тастаймыз. Енді етімізді, жаңағы өкпелерімізді қуырып алатын боламыз. Осылайша қазанға салып, араластырып қоясыздар. Біраз қуырылады. Қуырылған кезде өзінің несі согы шығады. Осылайша пияз саламыз. Пиязбен бірге қуырамыз тағы да. Осылайша арасында араластырып тұрасыздар. Және де тұз салуды ұмытып кетпеңіздер. Дәміне қарай саласыздар. Мен азын-аулақ қана салдым. Өйткені соңынан тағы да салатын боламын. Әбден бәрі қуырылу қажет. Өкпесі бәрі, еті бәрі қызарып болады. Пиязы өлуі қажет. Су құямыз сосын үстіне батқанша бәрін. Бұрыш қоссаңыздар болады, приправалар қоссаңыздар болады. Мен жарты сағатқа тағы да баяу отта қайнатамын. Әбден балбырап пісу үшін. Қатты сарқылдап қайнап жатса, кішкене аузын ашып қойсаңыздар болады. Оған шейін осылай картоптарымды ашып, әрі-әрі қылып турап аламыз. Жарты сағат өтті, картоп пен бауырларымды салып жібердім. Салып жатқан видеом түспей қалған екен. Енді суын да байқаймыз. Су кем болмау қажет. Егер суы тарылып қалған болса, кішкене осындай көлемде су құямыз. Картопы піскенше осылай қайнай береді. Осы жерде қазір тағы да тұзын көріп жібереміз. Егер кем болып жатса қосамыз тағы да. Ал достар, мінекей тамағымыз дайын болды. Қуырдағымыздың иісі бүкіл бөлмені алып кетті. Картошкасын обязательно осылай тексеріп піскенін көреміз. Енді астын өшіріп түсіре берсек болады. Міне осылайша керемет қуырдақ тамағымыз біздің дайын болды. Егер сіздерге қуырдақ ұнаған болса, лүпіл басып пікір қалдырып кетіңіздер. Сіздер ше қуырдақты қалай жасайсыздар? Пікір қалдырсаңыздар болады. Дастарханға қоярда міндетті түрде жуамен бірге қоямыз. Ал астарыңыз дәмді болсын. Басқа да видеоларға плейлист қалдырып кетемін.